Sizler mi balalar? Sizler. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Жақсы. Балалар, біз бүгін сендермен 1 минут сабағымызды бастамас бұрын тілдік жаттығуымызды жасап алайық. Себебі қазақ тіліне тән дыбыстар дұрыс айтылу керек. Жақсы ма? Ал мына өлең жолдарын бәріміз формен айтайық. Балалар балақтан, қайдан жақсы ауақтан, саусақтарын айдап, бұлай ойнап. Жақсы балалар, отырыңдар. Жақсы. Жақсы. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыз наурыздың 11-і бүгін мен не білемін, мен не үйрендім. Осы сабақ бойынша қазір сендермен біз рет-ретімен әртүрлі тапсырмалар орындаймыз. Тапсырмалар барысында не істеу керектігін айтамын. Әрбір бөлім бойынша критерий бар. Яғни бағалау критерийін жаза отырамыз. Қатысты балалар? Енді қараңдар балалар, сабақтың бүгінгі мақсаты алған білімімізді біз не үйрендік, не білеміз, қайтарып ауызекі тілде сөйлеу мәнерін, айтылу мәнерін сендермен айтып өтеміз. Жақсы ма? Және грамматикалық тапсырмалар орындаймыз. Ал қараңдар балалар, жаттығуымызды айттық. Енді міне қараңдар, мұны ребус бойынша біз бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бірінші, әрбір мына үтір әріптерді алып тастауға болады. Заттардың атын айтып шығайық. Бірінші, мына не болады? Қайшы. Қараңдар болады. Қай, екі әріп алып тастадық. Екінші не? Тау. Яғни екеуін жазамыз, біреуін алып тастаймыз. Ланы жазамыз, мұны алып тастаймыз. Және мынау ту. Мұна жерде бір әріп алдынан алады екенбіз, яғни бір әріпті аламыз, мұна жерде у. Не шықты балдар? Қайталау. Яғни бүгінгі сабағымыз қайталау сабағы. Жақсы. Енді қараймыз балдар. Енді қараймыз балдар. Мұна жерде тақтамен жұмыс. Мұна сөйлемдерді дұрыс құрап жазып шығамыз. Жақсы ма? Қане кім жазады екен? Бірінші сөйлемді оқыш Дәрия. Мен тәтті шіріншім. Молодец. Келем, жаза ғой. Нәрсеге міне болған сөйлем бар. Екінші сөйлемді оқиды маған. Мындан. Тағы да қалай сөз болады екен? Мен алдағы көшем мультфильмін көреді. Дұрыс айтасың. Келе ғой. Айта ғой. Әлібек қызық ертегі оқиды. Келе ғой. Жаза ғой. Келесі тапсырма. Балалар, мына сурет бойынша қараңдар. Сурет, екі топқа берілген сурет екен. Сұхбат құраймыз. Қане балалар, біз сұхбат құрай аламыздар, қараңдаршы, ойланыңдаршы. Жақсы құрай аласың. Алан, келе ғой. Ғазиз, келе ғой. Сендер дайындалып отырыңдар қазір жақсы. Сендер қандай тақырыпқа құрайсыңдар? Отбасы. Жақсы. Ал. Тыңдаймыз балалар. Сәлем. Сенің атың кім? Менің атым Ғазиз. Сенің отбасың бар ма? Иә, менің отбасым бар. Сенің отбасында қанша адам бар? Менің отбасымда 5 адам бар. Сенің отбасында қанша адам бар? Менің отбасымда 5 адам бар. Сенің отбасында кім бар? Менің отбасымда ана, әке, ата, ана, қарындас бар. Senin odasın kız var. Benim odasında anam, annem, annem,
Өте жақсы. Жақсы балалар. Ғазиз, менің анам, әкем, қарындасым. Жақсы ма? Жақсы. Келе ғой, Дария, келе ғой. Дария, келе ғой. Келген. Екінші сурет бойынша. Ал жақсы, бастаймыз. Сәлем. Сенде оқу-құралдарың бар ма? Менде Менің оқу-құралдарым бар. Айта отыр. Сенде оқу-құралдарың қандай бар? Менде тапсир, үшкіш, қалам, қарындас бар. Қарындаш бар. Қарындаш бар. Сенде не бар? Менде кітап, өшкіш, Қаламсауыт. Дәптер, Күнделік бар. Жақсы балалар. Жақсы ойнап. Жақсы. Так, балалар өте жақсы. Енді келесі тапсырмаға қараймыз балалар. Мына жерде тіл туралы, білім туралы қандай тақпақ білесің деген тапсырма бар екен. Ұстазы Ыбырай Алтынсарин балаларды білімге, еңбекке тәрбиелейді. Ол сендерге арнап кел балалар оқылық деген өлең жазды. Балаларды сөзімді жаттап отыр. Білесіңдер ме? Ұмытып қалдыңдар ма? Жоқ. Келіңдерші маған, кім біледі? Келіңдерші тақтаға келіп. Басынан бастап әдемілеп айтамыз. Балалар оқылық. Бір Аллаға сеніп кел, балалар оқылық. Оқылғанды көңілге ықылыспен тоқылық. Оқысаңыз балалар, соңынан шырық жығылар. Тілеген алдынан іздемей асты болар. Мал дәулетін бұйығы, бір шытысан жоқ болар. Оқымыстың бұйығы, күннен күнге көп болар. Әлпеш деген ата-ана, қартаятын күн болар. Қартайғанда жабығып, малтаятын күн болар. Ата үйінен қартаса, тіреу болар бұл оқу. Қартайған donатса, сүйеу болар бұл оқу. Өте жақсы балалар, отырыңдар. Рахмет балалар. Ыбырайдың өлеңін жаттаған балалар. Қандай ақылды балалар біздіңше. Өте жақсы балалар. Енді балалар, келесі бөлімге қарайдаршы. Мына жерде ертегі деген сөзге политикалық талдау жасау екен. Кәне, Егор келеді, Дария келеді. Дария сен жақсы қарайсың. Жақсы. Келе қалды тұрағынан жылқам. Тез. Егор, давай. Тез. Орды ал. Бастаймыз. Ертегі деген сөз Дария жаз. Жоқ, сен кітапты жазуыңды. Жылдам жасамыз. Ертегі. Дауысты. Не жазамыз бала? Мына қысқаша қоямыз, Бала сендерді жазып отырыңдар. Жақсы, оқыңыз әлі. Бес әріп, бес дыбыс, екі буын. К. Дауыссыз. Дауысты. Жіңішке. Мына жерде аяқ бар. Т.
Дауыссыз. Оқи қойайық та ғой. А. Дауысты. Жуан. Дауыссыз. Дауыссыз. Екеуі шатастыр ма? Жақсы ма? Өте жақсы. Отыра ғой жаным, отыра ғой. Так. Егор бол. Болды, түсініксіз. Дауысты. Жуан. Жуан емес, жіңішке. Мына жерде балалар жіңішке деген сөз әріпімен жазылады. Жақсы ма? Ұмытпаңдар, жарай ма? Жақсы, отыра ғой жаным. Отыра, өте жақсы Егор, молодец, өте жақсы. Так, балалар, біз сендермен ертегі айтпаймыз. Қазір бір секунд. Қараңдар, мұнда қазақстан әріптер деген. Бір сөз айтайық, жақсы ма, Егор? Шырын. Кітап. Адимын. Қот. Лап. Тәті. Тәтті. Ақын. Әже. Молодец. Кез келген қыздар. Көп. Ата. Мария. Айтпақ. Ана. Молодец. Өте жақсы балалар. Өте жақсы. Балалар, келесі сабағымызға қарап жіберіңдер. Мынау біздің бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын миға шабуыл тест түрі. Жақсы ма? Мына сұрақтарға оқимыз және жауап береміз. Бір жүректер оқымаушы. Жуан дауысты. Дыбыс. Қайсы жуан дауыстымыз? Қайсы балалар? А-О-И-У. А-О-И-У. Бұл жуан дауыстымыз. Өте жақсы. Екіншісін оқиды маған. Оқиды. Балалар, мінекей қараңдар. Жуан дауысы дыбыс қанша, жіңішке қанша, көптік қанша біз бәрін білеміз. Өте жақсы балалар. Мінекей не білдік біз, не үйрендік. Қайталау сабақ арқылы аламыз. Қайталау сабақ арқылы грамматикалық тапсырма жасай аламыз, сұхбат құрай аламыз, яғни тест сұрақтарына жауап бере аламыз. Біз жұмыстың барлық түрін сендермен істей аламыз. Өте жақсы балалар. Жақсы жетістікке жетіп жатсыңдар. Екінші сыныпта мынандай тақырыпты сөйлей аласыңдар. Балалар, сендерге көп рахмет. Бағалау үлгісі бойынша, критерий бойынша мен сендерді бағалап өттім. Енді келесі сабаққа үй тапсырмасын аламыз. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Рахмет балалар.